Америкадағы ұлы депрессия қазақтардың ашаршылығымен қалай байланысты? 1929 жылы ақш-та биржа құлады. КСРО ол кезде аграрлы мемлекет болғандықтан бұл дағдарыстың қиындықтарын сезіне бастады. 29 жылы 1 тонна бидайдың құны $1,7 тұрса, 32 жылы $1,3 дейін төмендеді. 1930 жылы КСРО бидайды $256 миллион сатса, 32 жылы бар болғаны $50 миллион сата алды. Индустрияландыруды жүргізу үшін станоктар, металлургия құралдарын, темір жол техникасын, энергетика құрылғыларын, тракторлар мен машиналарды сатып алды. Осы кезде тек Қазақстанда Балқаш, Жезқазған, Шымкент, Қарағанды, Атырау, Петропавл, Алматы қалаларында зауыттар мен шахталар салына бастады. Азық-түлік дефициті КСРО-дан бөлек Қытай мен Индияда да болды. Осы индустриализацияның арқасында КСРО Екінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жетті. Қазақстандағы ашаршылық көптеген факторлардың салдары, соның бірі ұлы депрессия. Егер контент ұнаса, сіздерді өзімнің инста парақшама шақырамын.